Петропавлдан Новопавловка ауылы Огонек саяжай қоғам аудан жанындағы Есіл өзеніне 9 жасар қыз батып кетті. 4 тәулік бойы 300-ден астам адам 9 жасар қыз баланы іздестірді. Төтенше жағдай маманы Евгений Журалевтың айтуынша, бұл аумақта суға түсуге рұқсат берілмейтін белгілер қойылмаған. На реке Есіл огромное количество таких мест. Есіл өзенінде шомылуға болмайтын жерлер көп. Дегенмен ол жерде рұқсат етілмеген белгілер орнатылмаған. Төтенше жағдай департаменті бұл жерлерді анықтап қойған. Бірақ белгілерді жергілікті билік органдары орнатулары қажет. Қыз баланы іздестіру жұмыстарына құтқарушылар сонымен қатар еріктілер мен ауыл тұрғындары да атсалысты. Айтуларынша бүлдіршін жоғалғаны туралы ақпаратты ести сала көмекке келген. Столько людей ходят и ищут. Ну, дай бог, чтобы нашли. Девочку надо искать, наверное, вниз по течению, а не тут. Кішкентай қыздың өміріне бейжай қарамайтын қайырымды жандар жасақтар құрып іздестіру жұмыстарына өз үлестерін қосты. Өзен бойын қайықпен іздестірді. Ал кейбір тұрғындар қалташам, жанармай, отын, тамақпен қамтамасыз етіп еріктілерге көмектесті. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің төтенше жағдай комитетінің ресми өкілі Руслан Иманқұловтың мәліметінше, Қызылжар ауданы Альшанка ауылы жанында Есіл өзенінің жағалауынан жоғалған қыздың денесі табылды. Бұл оқиға орын алған жерден 12 километр қашықтықта. Бұл мәлімет Солтүстік Қазақстан облысы төтенше жағдай департаменті де растап отыр.